Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлем, достар! Мен Батыр балабақшасы Толағай тобының тәрбиешісі Аяпова Алмагүл және біздің кішкентай зерттеушілеріміз Жаңбыр, Мадина, Сәрсен, Ибрахим. Жарайсыңдар. Балалар, сендер жанартаудың атқылағанын көрдіңдер ме? Я! Сендер теледидардан көріп жүрсіңдер. Енді бүгін біз соны тәжірибеде жасап көреміз. Ол үшін қауіпсіздік шараларын сақтауымыз керек және үлкендердің көмегімен жасауымыз керек. Ең бірінші сендерге керекті заттарымызды таныстырып өтейін. Бізге арнайы гипс және қалақша, перманганат және глицерин, арнайы қасықша және су керек болады. Ең алдымен біз жанартау жасап алуымыз керек. Ол үшін арнайы ыдысқа гипсімізді саламыз және су құямыз өзінің мөлшерінде. Балалар, бұл 24 сағат қату керек. Сендерге түсінікті болу үшін оны 24 сағатқа қоямыз. Сендерге түсінікті болу үшін мен арнайы жанартау жасап қойдым. Ал енді осыны тәжірибе жүзінде көрейік. Міне, арнайы жанартауымыз дайын. Енді біз бұған перманганат калиямызды қосамыз. Ал балалар, бұл жерде сақтық шарасын сақтауымыз керек. Кәне, көзілдіріктерімізді киіп алайықшы. Қазір реакциялық құбылыс болады. Енді перманганат қышқылының үстіне глицерин тамшыларын тамызамыз. Балалар, кішкене ара қашықтықты сақтаймыз. Кәне, 2 қадам артқа тұрамыз. Ал, енді бұл тәжірибемізге су араластырамыз. Жоқ, кішкене сәл жақындап тұра қойыңдар. Ал, кәне, барлығымыз бірге 15-ке дейін санаймыз. Біз санамай-ақ жанартауымыз атқылап кетті. Кәне, балалар, қызық болды ма сендерге? Кәне? Я. Ой, балалар, міне біздің жанартауымыз атқылап жатыр. Сендердің теледидарда көріп жүрген жанартауларың міне осылай дайындалады. Балалар, бүгінгі тәжірибеміз сендерге қызықты болды ма? Я.